90% адам айналасында құрып қойған адамдардың сценарийімен өмір сүреді. Сен ойланып көрдің ба, сенің өмірлік сценарийіңді кім құрды? Ата-анаң сенің қалай жүріп тұру керек екенді, қайда түсу керек екенді айтады. Ал қоғам ең дұрысы стабильный жұмыс екенін шешіп қойды. Мұғалімдер саған екіні сенің қателігің үшін емес, сен басқарға ұқсамағандығыңнан қойды. Ал әлеуметтік желілер саған успешный болу үшін қалай өмір сүру керек екенін көрсетіп жатыр. Міне, сен 20-ға, 25-ке, тіпті 30 жасқа келдің. Өміріңді барлық айтқандай дұрыс сүріп жатқан сияқтысың. Жұмыс, отбасы, пландар, мақсаттар. Бірақ іште пустота. Құдды бір сенің өміріңді сен емес, басқа біреу сүріп жатқан сияқты. А сен жай ғана сырттан бақылап отырған көрермен секілдісің. Ал бірақ өз өмірінің сценарийінде қайттан жазуға болатынын білесің ба? Мүмкін өзінің ішкі тыныштығымен қалып қоятын да шығарсың. Мүмкін өз ойларымен өзің күресіп те қалатын шығарсың. Бірақ дәл сол жерде сенің точка ростан. Дәл сол жерде нағыз сен барсың. Нағыз өз-өзіңмен кездесесің. Өзінің армандарыңмен, өзінің мақсаттарыңмен, өзінің қалауларыңмен. Мүмкін тоқтап өзінен сұрап көрерсің. Мен осыны қалаймын ба? Мен осылай өмір сүргім келеді ме? Егер де жауап жоқ болса, онда саған қайтадан сценарийіңді жазу керек. Ал ол үшін ең алдымен саған икигайды табуға кеңес беремін. Икигай ол өмірінің мәнін табуға көмектесетін жапондық техника. Осы икигайды тапқаннан кейін әрі қарайғы сенің әрекеттерінде кішкене болса да картина пайда болады. Егер де осы тема қызық болса, әрі қарайда менің тегін кеңестерімді алғың келсе, онда маған тіркел және комментарийге 4 санын жіберіп, мен икигай бойынша тегін сабағымды ал.